Сәлем достар, сіздермен бірге Жайсан, және де бүгінгі серияда мен өзім қорқатын әңгімені тыңдайтын боламын. Сендерге аударып беремін. Мен өзім бұл қорқынышты әңгімеден қорқам. Уже бүгінді кешек видео шығарам. Келесі видеода арауды жалғастырам. Ал бастайық. Сараз. Всем привет! Сегодня очередной день. Бүгін сәлем достар, бүгін мен маңызды күнім, және бүгінгі күнінде мен бір әлі әңгіме өтті. Мен өзім қызыммен бірге жолда жүрдім. Және де жолда мен мысық көргендей болдым. Және оның түрі біртүрлі болды. Дауысын азайтайын. Сосын Карина ол мысықты шақырмақшы болды. Және де ол шақырған кезде ол жақындады. Сол кезде біз оның түрінен көріп шошып кеттік. Ол мысыққа ұқсаған жоқ, ол уродқа ұқсады, уродтың уродына. Және де ол түрі деген қорқынышты болды. Бір көзі жоқ, денесі бәрі жыртылған. Және де ол мені уақыт өте келе тістеп алды. Енді қолымды тістеп алды. Енді ол қолым жаман қышып жүр. Мен оны қасыймын қоймайды. Енді ертең бітетін шығар, ал бүгін мен сенелермен болдым. Ертең кездесеміз 2 күн өткен соң. Сәлем достар, мен бір күн өтті, енді мен өте қолым қатты қышып жүр. Және де ол қышудан түсіне бір жара шықты. Бір жарама бір әлі. Ол қатты қышиды. Мамама әлі көрсеткен жоқпын. Тағы да больницаға барым керек. Бүгін тағы да бір ролик жіберемін. Мен қолымды емдеуге. Біз Карина екеуміз больницаға барамыз. 3 күн өткен соң. Бәріне сәлем, және мен бүгін қатты ауырып тұрмын. Мына зараза өте жаман ауырады. Басым ауырады, денем түршігеді. Ол қатты үлкейді. Қыши береді, үлкейіп барады. Және бүкіл бәрі дұрыс деп дәрігер айтады. Бірақ мен сендерсіз қайда барамын? Вообще бүгіндікі мен біттім болды. Енді бәрі дұрыс дейді дәрігер, енді мен үйде жүрмін. 1-2 күннен бітеді ау, 4 күн өткен соң. Сәлем достар, сіздермен бірге мен және мен Каринамен бүгін әңгіме айтатын боламын. Мына өте қатты шаршадым. Қолын көрсетші. Міне мынандай қолым өте қатты жара. Міне қарашы мойында. Не, мойнына да өсіп кетті. Бұл өте жаман. 6 күн өткен соң мен Каринамен Макстың орындамын. Және Макс қатты ауырып жүр. Және денесі түршігеді, дым қозғалмайды. Күнде мен оған керек дәрілерін беремін, бірақ ол жейді. Және де дым емделмейді. Мен талай күн өтті, мен оның қасында жүрмін. Ол вообще түрі өзгерді. Өте қатты ауырған. Бұл денесіне пайда бастады. Енді бір күні ол отырды. Және мен қуанып кеттім, ол емделген шығар дедім. Және де ол кішкене түрі өзгерді. Оның түрі қорқынышты болды. Арық және де денесі деген өткір болды. Және де тісі аузына дейін шығып кеткен. Және де ол бір көктерді ұстап алды. Және де оны жеп қойды. Соңғы күндері миллион просмотр жинады. Бұл ешқашан фейк емес, бұл ойланып тапқан жоқпыз. Бұл шынымен Макспен болып жатыр. Бұл мысық деген не бәле болды, білмей тұрмын. Макс. Бұл жерде видеозапись бітеді. Үзіледі. Тез сөйледі мынауын. Мен аударамай қалдым. Достар, лайк, подписаться. Бүгін 3 видео шықты. Және көп сәлем менің видеомды көргендеріне.
Ал видеом бітті, және де енді лайк басып подписаться етіп кетіңдер. Колокольчикті басыңдар, ертең мен жаңа видеом шығады. Бүгін 3 видео шығардым ғой бір уақытта. Пока, достар.